Аударып тастаған Рай Лайф каналы. Сәлем, мен өз оқиғамды айтып беремін. Мен 4-ші сынып оқыған кезде құрбымның үйіне қонуға бардым. Оның басында бит болды. Мен бірақ ол битті білмедім. Және де ол маған ол битке арналған таблетка қолданбағандықтан ол маған өзінің жастығын беріп ұйықтар еді. Және мен оны білмей ұйықтап қалдым. Таңертең тұрған кезімде, үйіме барған кезімде басым қышыды. Содан кейін анам маған әрине көмектесті. Содан кейін мен ініме де жұқты. Мен оны әрине өз досыма айттым. Және ол досым кешірші деп сосын қыздар әжетханасында деп барған кезде басқа қыз оны естіп қойды. Ол менің достарыммен араласатын болғандықтан ол менің барлық достарыма айтып берді. Мен оның қасында жүрген кезде оның түрі бұзылып менен қаша беретін. Мен әрине білмедім. Және бір күні сөйтіп жүре берген кезінде ол барлық қыздарға айтып үлгерді. Және де мен оны әрине түсіндім. Содан кейін мені директор мектептен қуып шықты. Әрине басқа мектепке баруға тура келді. Мектепке қуып шыққаннан кейін басқа мектепке баруым тура болғандықтан мен басқа мектепке бардым. Бірақ басқа мектепке бітіре алмады. Анам мұғалімдермен сөйлесіп қайтып барды. Бір күні жаңадан бізге жаңа бала келді. Жаңа бала келген кезде ол барлығымыздың басы. Ол әдемі еді. Және де ол бала 5-ші сынып оқитын. Және ол дейтін бір күні бәріміздің басымызды ұстап тентек болды. Бәрі қыздың басын ұстап, олардың да бастарын ұстап жүре беретін еді. Мені кім ұстайын деп жатқан кезде манағы құрбым келіп, оның басында бит бар деп бақырып айқайлап жіберді. Және ол ұялып басқа біреулердің басын ұстауға қашып кетті. Ал мен әрие түсінбей қалдым. Және достарыма бәріне кешірім сұрайын деп жатқан кезінде олар бәрін алып қашып кетті. Мен содан кейін мені кітапханашы апай көріп, не болды деп бәрін сұрады. Мен бәрін айтып бердім. Содан кейін апай, бұл қыз өзі келіп маған кешірім сұрады. Әрине оны апай айтқан. Содан кейін екеуміз жақын құрбы болып, сол басы биттегендерге жоламайтын болдым. Достар, сіздерге айтар кеңесім, біреудің үйіне барған кезде өзіңіздің көпшігіңізді алып барыңыз. Әйтпесе біреудің көпшігін аламын деп басыңыз битіп кету керек. Және таблетка қолданып жүріңіздер. Біреудің жастығын ешқашан қолданбаңыздар. Видеоны азат тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Сау болыңыздар.